Сәлеметсіздер ме, бірінші сынып оқушылары? Жаратылыстану пәніне қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы өсімдіктерге қалай күтім жасау керек? Бүгінгі сабақта топырақты қалай құнарландыратынын білесің. Мәдени және бөлме өсімдіктеріне күтім жасау жолдарын үйренесің. Сабақта қолданылатын тірек сөздер: тыңайтқыш, арам шөп. Эврика мен Негештің сұрақтарына жауап іздейік. Өсімдіктерге өсу үшін не қажет екенін ата. Адам оларға қалай күтім жасай алады? Өсімдіктерге күтім жасау үшін құрал-саймандар қажет болады. Құрал-саймандармен таныс бол. Өсімдіктерге күтім жасау үшін қандай құрал-саймандар керек? Жарайсың. Күрек, тырма, қайшы, су сепкіш. Оларды қалай қолданады? Күрек жерді қазу үшін, тырма жерді қопсыту үшін, қайшы артық сабақтарды, жапырақтарды қию үшін, ал су сепкіш өсімдікке нәр беру үшін қажет екен. Адам арнайы құрал-саймандардың көмегімен бөлме өсімдіктеріне, бақта, бақшада, егістікте өсетін өсімдіктерге күтім жасайды. Өсімдіктер жақсы өсу үшін не істеу керек? Топырақты қалай құнарландырады? Бұл сұраққа жауап беру үшін келесі суретке назар аударайық. Бірінші суретте бала су сепкіштің көмегімен топырақтың ылғалдылығын қадағалауда. Екінші суретте топыраққа тыңайтқыш себу үстінде. Үшінші суретте тырманың көмегімен топырақты қопсыту жұмысы көрсетілген. Шығармашылық жұмыс. Суретте құрал-сайман атаулары дұрыс құрастырылмаған. Әріптердің орнын ауыстыру арқылы құрал-сайман атауларын ата. Тексеріп көрейік. Сендерде де дәл осылай шыққан болар. Күрек, тырма, су сепкіш, қайшы. Жарайсыңдар. Әрі қарай Эврикаға көмектесейік. Күнбағыс жақсы өсу үшін не істеу керек? Жарайсың. Оларды айналасындағы арам шөптерден тазартып, күнделікті күтім жасау керек. Эврика сіздерге риза. Арам шөптер мәдени өсімдіктердің өсуіне кедергі келтіреді. Зерттейік. Бөлме өсімдіктеріне қалай күтім жасау керек? Бөлме өсімдіктеріне су құйып, шаң тозаңнан тазартып, күтім жасаймыз. Мәдени өсімдіктер өздеріне көп күтімді қажет етеді. Жақсы өнім алу үшін адам өсімдіктердің өсуіне қолайлы жағдай жасайды. Мысалы, топыраққа күтім жасау, суару, арамшөптер мен зиянкестермен күрес жүргізу. Топыраққа күтім жасау оның құнарлылығын арттыру мақсатында жасалады. Жерді ұзақ уақыт бойы пайдалану топырақтың тозуына әкеледі. Сондықтан топыраққа жиі тыңайтқыштар себу қажет. Есте сақта, арамшөптер мәдени өсімдіктердің өсуіне
кедергі келтіреді. Сондықтан оларды жұлып отыру қажет. Олай болса, бүгінгі өсімдіктерге қалай күтім жасау керек тақырыбындағы сабағымызға жетістік баспалдағы арқылы кері байланыс жасайық. Тапсырмаларды орындай алмасаң, өзіңді тым білмес тұсына орналастыр. Аздап қиналсаң, арманшыл баланың қасына орналас. Тапсырманы толық орындай алсаң, жетістік баспалдағының жоғарғы сатысы Буратиноның тұсынан орын ал. Мен сенің жоғарғы сатыдан орын алуыңа сенемін. Келесі сабаққа сәттілік тілеймін. Кездескенше сау болыңыздар.